Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сабағымызда біз Scratch'те мысық тышқанды қуатын ойын жасаймыз. Сонымен кеттік. Жалпы Scratch'ті ашқаннан кейін бізде осындай интерфейс ашылады. Scratch'те кез келген тілді таңдауға болады мына жерде. Соңғы нұсқаларында тіпті қазақ тілде бар. Біздің жағдайымызда орыс тілі. Сонымен кеттік. Ең әуел мына тұрған спрайтты өшіреміз. Спрайт дегеніміз ойынға қажетті элементтер. Біздің жағдайымызда бізге мысықтың спрайты керек, тышқанның спрайты және тағы бір тамақтың спрайты керек. Спрайтты Scratch'ке үш түрмен жүктеуге болады. Біріншісі міне. Өзінде тұрған дайын спрайтты аласыз, немесе өзіңіз қолдан салуға болады. Үшіншісі сырттан жүктеп енгізуге болады. Біздің жағдайымызда біз Scratch'тің өзіндегі, яғни өзінің библиотекасында орналасқан дайын спрайтты аламыз. Бізге ең әуелі бірінші тышқанның спрайты керек. Сондықтан міне Wybrid спрайт дегенді басамыз. Осы жерде міне бізге қажетті спрайттар тұрады. Жоғары жағында қарасаңыздар міне әр түрлі спрайттардың тобы бар. Мысалы жануарлар. Бізге қажетті спрайт ол тышқан. Міне маузды басамыз. Міне тышқанның спрайты пайда болды. Екіншісі осы әдіспен мысықтың спрайтын таңдаймыз. Міне жануарлар бөліміне басамыз. Сосын іздесек болады бұлай. Ал егер ағылшынша атын жазсақ, тауып береді. Мысалы cat. Міне бізге қажетті мысықтарды шығарып берді. Бізге мына мысық қажет. Сосын үшінші спрайт бізде кез келген бір тамақ. Яғни бізде мысық тышқанды қуады, тышқан тамақты қуып жейді. Еда. Міне біз мысалы донатты алып қоя салайық. Міне бізге қажетті барлық спрайттар дайын. Енді кодтарды жазамыз. Ең әуел тышқанға жазамыз. Жалпы кез келген код мынау события бөліміндегі когда нажать дегеннен басталады. Міне жасыл флажокты бастағанда ойын іске қосылады. Сол командамен басталады. Енді біз тышқанды қозғалтуымыз керек. Бірінші когда нажать аламыз. Сосын управление бөліміне барып повторять всегда деген блокты аламыз. Енді бұл жаңағы программатский қосып қайталанатын блок. Енді бізге тышқан жүру керек. Ол үшін движениеге барамызда идти 10 шагов дегенді аламыз. Енді тексеріп көрейік міне. Стоп басамыз, тышқанды қайтарамыз орнына. Енді тышқан бостан босқа лағып кетпес үшін басқа да кодтарды қосамыз. 10 қадам емес, біздің жағдайымызда 7 қадам болсын. Және біз ойынды осы тышқанның курсорымен ойнаймыз, яғни тінтөөрдің курсорын бағыттап осылай қашамыз. Енді осы тышқан осы курсордың айналасында жүру үшін біз келесі кодты қосамыз. Міне движение бөлімінде повернуться деген бар. Міне повернуться указатель мыши деген бар. Осыны әкеп қоямыз. Енді тексеріп көрейік. Қарап тұрсаңыз міне тышқан осы курсордың бағытына қарай жүріп тұр. Енді мысыққа да сондай код жазуымыз керек. Өйткені екеуі де курсордың бағытымен жүру керек. Сол үшін мында басып код жазсақ болады, немесе мына екі код ұқсас болса, мынаны көшіріп апарып осында лақтыруға болады. Бұлай міне. Кодты алып ұстаймыз да мысықтың кодына барып қоямыз міне. Апарсаңыз бұлай мысық тірете қалады. Тастадық. Міне бассақ мына жерге келіп тұр. Енді кодты қалауымызша бұлай ұстап өзімізге ыңғайлы жерге қойып алсақ болады. Енді қарап көрейік. Міне екеуі бір бағытта тұр. Енді ойын қызықты болу үшін бізге жылдамдығын беруіміз керек. Мысық тышқаннан сәл баяулау болу керек, екіні қояйық. Енді қараңыз міне. Бұл да курсордың бағытымен кетеді. Қарасаңыз тышқанды қуады. Оған сияқты болады. Өйткені екеуі бір бағытқа қарайды. Енді былай қарасаңыздар, екеуінің өлшемі екі бөлек болып тұр. Екі бөлек болғанда салыстырмалы түрде тышқан мысыққа таяу болып тұр.
негізінде тышқан кішірек болу керек. Енді кішірейту үшін размерге барамыз да. Размер береміз. Мысалы 50 дейік. Міне, енді ұқсады. Енді бізге не істеу керек? Бізге ойынның шартын жазуымыз керек. Мысық, егер тышқанды ұстайтын болса, ойын тоқтау керек. Енді осы шарт жазуымыз керек. Сол үшін событиеге барамыз. Мына кодты басына тағы да. Когда нажатты басамыз. Және повторить всегда деген блокты алуымыз керек. Управление бөліміне барып, повторять всегда дегенді аламыз. Яғни әрекет қайталану керек. Содан кейін тағы да шарт жазамыз. Міне, ол үшін мына шартқа қатысты блокты аламыз. Если то. Егер мысық тышқанға тиіп кетсе, онда ойын тоқтау керек дегенді жазуымыз керек. Енді бұл сенсорге қатысты болғандықтан сенсорге барамыз. Касается дегенді аламыз міне. Біз қарап тұрсаңыздар, мына кодты мен мысыққа емес, тышқанға жазып тұрмын. Қателесіп кетпес үшін осыны мында лақтырамыз. Өйткені біз кодты мысыққа жазып жатырмыз. Тышқанға барамыз да, мына кодты алып тастаймыз. Онда өтеміз. Міне, дұрысы осылай болады. Көбінде балалар осынша атыстырады. Енді міне, мынау мысыққа қатысты код тышқанға тиіп кетсе, егер тышқанға тиіп кетсе, онда ойын тоқтау керек. Управление бөліміне барамыз да, стоп, все дейміз. Қараңыз, қашып жүрміз, ұстатпай. Мысыққа тиіп қалса, онда ойын тоқтайды. Егер мысық тышқан ұстаса, мяу деген дыбыс шығарсын десеңіз, онда дыбысқа барамыз да, міне, играть звук мяу. Осыны мында кеп қоямыз. Әне, мяу деді ме? Осылай. Енді ойынды бастаған сайын бұны екеуі мысық басқа бір положениеде пайда болу керек. Өйткені тышқан қашып үлгеру керек қой. Сондықтан біз келесі шартты қоямыз. Міне, движениеге барамыз да. Сол жерден перейти на случайное положение дегенге барамыз. Тауып, мына жерге қоюымыз керек. Мына жерден іздейміз, міне. Перейти случайное положение дегенді қоямыз. Енді қарап, жасылды бассаңыз, мысық пен тышқан әр түрлі жерде пайда болады. Мысалы, стоп қалдыңыз ба? Ойын тоқтады. Қайтадан бассақ, міне, екеуі екі жақта пайда болады. Міне, стоп қалды ма? Бастық. Тышқан сол жерде пайда болады. Мысық басқа жерде пайда болады. Осы наны тышқанға да қоссақ болады, бірақ екеуі екі жақта пайда болады. Бізге енді мысықтың басқа бір положениеде пайда болған жеткілікті. Енді ойын қызықтырақ болу үшін біз мына донатты, яғни тамақты тышқан жеу керек та, тышқан соң артынан жүгіру керек, ал мысық соны ұстау керек. Енді ол үшін не істейміз? Бірінші донатымыздың размерін кішірейтеміз. 50. Одан да кішірейтсек болады. 35 делік. Міне. Бұл да солай кездейсоқ пайда болу керек. Енді осыған қатысты код жазамыз. Әрине, когда нажатты басамыз, управлениеде повторять всегда. Көбінде осы код келеді. Енді шартты қоямыз. Егер, если то. Егер, сенсорға барамыз да, касается указателя мыши. Тышқан бұған тисе, онда осыған қатысты дыбыс шығу керек міне. Байт. Осыны жеген туралы дыбыс шығады. Одан кейін ол тағы басқа жерде пайда болу керек. Жаңа кодты қосамыз. Перейти случайное положение. Енді тексеріп көрейік. Міне, қараңыздар. Мынаны жеді, міне басқа жерде пайда болды. Жеді, басқа жерде пайда болды. Мысыққа ұстатпауымыз керек. Бұл айналып қашып кетуіміз керек. Ұсталып қалдық. Енді қарап тұрсаңыздар, мысық үстінде тұр, мынау тышқан үстінде тұру керек. Былай жылжытып, мысық үстіне өтетіндей қылуымыз керек. Енді тексеріп көрейік. Хоп, ұсталып қалдық. Енді ұсталмас үшін міне. Пончик жегеннен кейін ол басқа бір
положениеде пайда болады. Көрдіңіздер ма? Тышқанның жылдамдығы 7 болып тұр, мысықтық 2 болып тұр. Бірақ дұрыстап ойнамасаңыз бәрібір ұсталып қаласыз. Міне. Хоп. Енді қарапайым ойын осы, бірақ енді сіздер бұл сабақтан Scratch'тың негізін түсініңіздер деп ойлаймын. Жалпы осы Scratch'тың осы ойынның кодын мен қазір осы программаны осы видеоның астына скринді қалдырып кетемін. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.